жерде Шымкент қаласының тұрғынымын, студентмін, көпбалалы отбасынан шыққанмын. Және мені бұрын соңды көрмеген, тірідей көрмеген ер азамат алып қашып кетті, тонап кетті. Тонағанын кейін білдім. Яғни мені 3-4 бала болып, жолдың бойынан машинаға тығып, және белгісіз бағытта жол тартты. Кейіннен ол кісілердің мақсатын білгенімде, әйел қылып алмақшы болған. Кейіннен түсінгенімде, ол кісілер мені Сарыағаш ауданына алып барды. Ол жақта үйіне кіргенімізде өзінің жаңағы туысқандары, жеңешелері барлығы орамалын алып жүгіріп жүрді, балдары салют атып жүрді, және камераға түсіп жүрген адамдар көп болды. Алып қашып кетуді алдын жоспарлағандарын мен сол кезде түсіндім. Сол кезде менің ата-анамның басқа жақта екенін ол кісілер біле тұра, ол жайттардың барлығын жоспарлағанын, және менің ол кезде ата-анам қасымда болмағанына байланысты ол кісілерге айттым, ата-анама хабарлау керек екенін, және мен 17 жаста екенімді қайта хабарласам да, ол кісілер мені өздерінің үйлеріне күштеп кіргізді. Сейчас yapılmaydı. Ешқасы бәрі жазылып келсе бәрі нәрсе жақсы болады. Жақсы жерге келді, камераны қаластырасың. Үйге кіргеннен кейін менің телефонымды өз еріктерімен бермейтінін, және өз еркіммен ол жаққа барғандығым туралы расписка жаздырып алмақшы болды. Және оны жазбайтын болсаң, телефонда бермейміз деп айтты. Қоғамдылыққа көрсетті, қорқытты. Менің расписка жазбайтынымды ол кісілер түсінгеннен кейін мені жыныстасқа мәжбүрледі, күштеді. Олар қазақшылыққа, өзіміздің дәстүріміз осындай, бұл үйден қыз болып шықпауың керек деп, және арғай оқуға бармайтынымды, бұл үйден шықпайтынымды айтты. Жыныстас болмаған жағдайда осында қамалып ұстап отыратындарын қорқытып айтты. Мені жыныстасқа мәжбүрлі түрде түсіргеннен кейін ол кісілер біздегі Пристинаны алып, келесі бөлмеде отырған жеңгелеріне барып, сүйінші сұрап, өздерінше тойлап кетті. Зорлық-зомбылықтан кейін менің қандай халде болғанымды ешкім қараған жоқ, ешкімге қызық болмады. Ол кісілер өздерінің дегендеріне әбден жетіп болғаннан кейін, араға біраз уақыт салмай, мен ол жақтан қашып кеттім. Асхат аға, арада біраз уақыттар өтті, бірақ ешкімді тергеп, соттап жатқан жоқ, ешкім жазасын алып жатқан жоқ. Қазіргі таңда анам мен бауырларымның